Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Гүлбану Алматы дейді, күшті, керемет. Ең алдымен сол 1688 соткаға қондыру маңызды, сосын кейін оны тіркеу тіпті де маңызды. Қондырып алғаннан кейін тіркеу алу керексіздер. Қазақстан нөмірімен тіркейсіздер. Бірінші рет бір нөмірмен тіркеген кезде сообщение келсе жақсы да, келмей қалса келесі нөмірді сынап көресіздер. Басқа нөмірлермен сынап көресіздер, иә? Маңайыңыздағы таныстарыңыздың, туыстарыңыздың нөмірімен тіркелдім дейді. Мә, күшті, барлықтарыңыз тіркеліп алыпсыздар. Супер, қуаныштымын. Так, енді қалай болып жатыр сабақ? Түсінбей жатқан жерлеріңіз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қойсаңыздар болады қазір. Қайда 1688 дейді? 1688-ді Google-дан түсіресіздер, иә? Play Market-тен түспейді 1688. Сол үшін обязательно Google-дан 1688.com деп ашып түсіресіздер. Неге Али Шоп дегендеріңізге жауап беріңіздер. Али дегеніміз енді Алибаба, жаңағы 1688 дегеннің негізі қытайша аты Али деп айтылады, иә? Алибаба деп айтылады. Сол үшін енді біз сол сайтпен жұмыс жасайтын болғаннан кейін Али деп, шоп деген магазин деген сөз ғой. Соны Али магазин деген сияқты бір кезінде 2018-де тура солай не қылғанбыз. 1688 курсымыз басталған кезде солай жасағанбыз, солай қойғанбыз. Так, енді қазір жеке брендке өтіп жатырмыз. Жеке адамның өз атымда не істеп жатырмын, нарыққа шығарып жатырмын. Алишопты уже біраз адамдар танып болды. Так, енді сіздерге айтарым, иә, егерде бір магазин ашқыларыңыз келіп жүрсе, или өз аттарыңыздан бірдеңе брендтеріңізді қалыптастырғыларыңыз келетін болса, қазіргі бағытта негізі бір басқа бір ат қойып магазинге керек емес та, қазіргі бағытта тура өзіңіздің атыңызда дамытасыз. Мысалы, менің есімім Қымбат Бақытбек болса, Қымбат Бақытбек. Жәнегі кісілердің өз атарыңызда дамытқандарыңыз жақсы. Өйткені қазіргі заманда бір қолдан жасап қойған нәрсеге емес, адамға сенетін заман. Сол үшін не сатсаңыздар да өз аттарыңызбен сатсаңыздар супер күшті болады сол кезде. Біздің басқа конкуренттерден айырмашылығымыз, бізде доставка арзан. Бізде сіздерге бүгін өте күшті жаңалық айтайын, иә? Өте жақсы склад тоже таптық біз. Ол складтан біздің Алматыға дейін қандай тауарларды алады. Мысалға, мысалға сіз парта орындық аласыз, е, 200 штук. Оның салмағы 200 килограмм или 300 килограмм болып кетеді ғой. Сіз оны егерде $8 әкелсеңіз қымбатқа шығады, е. Сол үшін біз қазір тағы бір склад таптық. Біз ол складтан Қазақстанға алдырған кезде, егер сіздің тауарыңыз 200 килограммнан жоғары болатын болса, онда 100 килограммнан, 200 килограммнан жоғары болатын болса, мысалға сіз мебель жасайтын аппарат алдырсаңыз, или бір мебель алдырсаңыз, или болмаса бір темір заттар болады ғой, бір неге қажет, құрылыс материалдары деген сияқты, е, салмағы ауыр. Сол кезде сіздер, біз сол складқа саламыз, ол складтан килограммына бірде қанша доллар, бірде $7 ма, бірде $9, соның аралығында келеді. Өздеріңіз ойлаңыздар, ше, өте арзан. Ең ұзақ кеткенде бірде $9 шығады. Оны жаңағы салмағымен көбін есептеу арқылы тығыздығын шығарып есептейді доставканы. Тығыздығына байланысты болады ол жерде. Ол поездбен келеді. Еще ол жерде доставкілер өзіңіз ойлаңыз, е, $3-те $8, $4-те $5, $5 салыстырған кезде бірде $9 деген ол өте арзан. Сол үшін сіздерге айтатыным, егерде басқалай бір ауыр заттар заказ беретін болсаңыздар, онда доставкіден уайымдамаңыздар. Егер доставканың арзан болуын қаласаңыздар, неғұрлым жақсы маржа қойып саталатын, сондай бір құрылыс материалдары болсын, мебель или басқа заттар болсын, сондай жақтардан жұмыс жасасаңыздар, сіздерге доставкасы арзанға шығады. Или болмаса, ол жерде тек қана темір деген сөз емес. Мысалы, сіз әдеттегі жеңіл зат, хит тауарды айтайық, иә? Мысалға, тағы не айтсақ болады. Мысалы, великтен сіз 100 штук алдыратын болсаңыз, тоже сіз сол складқа салдырасыз. Мысалға, бір кәдімгі бір жай бір зат қой, мысалы, өзі бір
1 килограмм шығатын бір хит тауарды алып айтатын болсақ, мысалы машинка дейік, 1 килограмм шығатын қол машинка бар ғой, киім тігетін ше, сол. Сіз содан сіз 1000 штук алдыратын болсаңыз, или сіз одан бір 2000 штук, 5000 штук алдыратын болсаңыз, онда сіз тоже сол складқа саламыз біз. Сол кезде бізге доставкасы бірде жаңағыдей болады, бірде $8, бірде $9 мен есептейміз. Сол үшін сіздерге айтатыным, не ғұрлым крупный заттармен айналыссаңыздар, сіздерге доставка де арзан болады, бағасы да арзан болады. Доставка арзан болды деген сөз, ол тауардың сіздің қолыңызға дейінгі тауардың бағасы арзан болды деген сөз. Сол үшін ең бізге тиімдірек нәрсе сол. Бір саламен айналысу, крупный заказдарды алу, сол кезде бізге ерекше тиімдірек болады. Енді ұсақ түйек киімдер болса ғой, жарайды, онда енді киім жеңіл болғаннан кейін $4-5 мен $3-8 мен әкелсеңізде қатты қымбатқа шықпайды. Так, бізде доставка арзан, сосын кейін бізде жаңағыдей каждый адамға өз уақытында ответ қайтарып, өз уақытында жұмыс жасаймыз. Мысалы, сіздер сенбесеңіздер, басқа компанияға жазып көріңіздер, уже жазасыз, ответсіз қалады. Маған келетін клиенттердің, бізге келетін клиенттердің эксперттер айтып жатады, менеджерлер көп айтады дейді да, мен ана компанияның курсын оқып едім, не болмаса мен ана компанияға заказ берейін деп едім, әлі есептеп берген жоқ, не болмаса жаңағыдей ответ қайтарған жоқ деген сияқты нәрселер болады. Бізде өз уақытында ответ қайтарып тұрамыз, кемінде бір күннің ішінде қайтарамыз, көріп жатқан жағдайда, көрмей қалмасақ. Яғни кері байланыс бар бізде. Одан кейін мысалға тауарларыңыз сынса, бөлінсе, бірақ болса, біз соның барлығына жауап береміз. Яғни біз Алладан қорқамыз деп, адамнан қорықпасақ та. Сондай нәрселер бар. Сосын кейін тағы қандай жақтар бар деп ойлайсыздар? Өте көп. Одан кейін бізде қолымызда наличный тауарлар бар. Мысалы, кейбір кісілер 2 аптада күткіміз келмейді, 3 апта күткіміз келмейді, дайын тауар алам десе, сіздің егер бизнесті енді бастап атқан болсаңыз, крупный затқа заказ бере алмасаңыз, күткіңіз келмесе, онда, пожалуйста, қолда бар хит тауарларды ішкі бағамен алыңыз да сатыңыз. Заказыңыз шығып тұрма, бір штук алыңыз, 10 штук шығып тұрма, сразу алып сатып, жұмысын жасауызға болады. Яғни жан-жақтан біз жасап қойғанбыз. Наличный тауарлар бар. Басқа логистика компаниялар ондай қолда бар тауарлар болмайды, көбінде тек қана заказбен алдыртады. Сондай болады. Сосын кейін жаңағыдей, мысалға сіз бір штук болса да заттарды алдырта бересіз, біз мынандай пәлемпай 100 мыңға бер бізге заказ, 500 мыңға бер деп сізге ештеңе айтпаймыз. Енді өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, біздің артықшылығымызды оқып кішіне кіріп жатсыздар. Енді оқиын деп курсты, енді бізбен жұмыс жасайын деп сұрап жатқан жоқсыздар, уже қазір көріп жатсыздар ғой, қандай артықшылықтарымыз бар екенін. Қандай тауарлар наличный. Каталог бар, негізі каталогқа барлықтарыңыз тіркеліп алыңыздар. Каталогта наличный тауарлар бар. Сол жерде алатын тауарларыңызды эксперттерге жіберіп, бағасы қанша болады, ішкі бағасын сұрап, заказ жинап, бизнестеріңізді бастап кетсеңіздер болады. Мен сіздерге айтатыным, бұдан кейін қазір тікелей эфирде отырмаған кісілер бар, артынан көретін кісілер бар деген сияқты, Сіздер бизнеске бастарыңызды бір салдыңыздар ма, болды уже, сіздің күніге ақша сізден үзілмейді, мен сізге айтайын, Сол үшін сіздерге айтайын, қолымнан келмейді екен, болмайды екен, анау екен, мынау екен, кешігеді екен, қымбат екен, ақ екен, көк екен деген сияқты сылтауларды сіздер өздеріңіздің осы бастаған бизнестеріңізге или осы бір бизнеске кепсіз тұр, қазір курс оқудағы мақсаттарыңыз сол бизнес бастау ғой, дұрыс па? Или болмаса бизнестеріңіз бар бір кісілердің. Сол үшін сондай сылтаулар арқылы өздеріңіздің жолдарыңызды бөгемеңіздер, мен сіздерге айтайын. Любой нәрседе қиыншылық болады, жарайды. Бізде бірден бастағаннан кейін сразу клиентіміз болып, сразу ақша тауып кеткен жоқпыз, Сол үшін бизнеске кірдіңіз ба, соңына нәтижесіне жеткенге дейін, күніге сізге неше көп табыс түсіп тұратын дәрежеге жеткенге дейін, сіз ешқандай бұл жолдан кетпеңіз, мен сізге айтайын. Өйткені біздің де басымыздан өткен, мысалы басында неше қиыншылықта болғанбыз, макротта болғанбыз, алданғанбыз деген сияқты, Сол кездерде біздер не істедік? Бізге де идея келді, қой құрсыншы бопты, шама келмейтін нәрсе екен, құрсыншы бопты жүре берейін деген сияқты, қоя салайыншы деген сияқты нәрселер болды. Бірақ та
бәрібір біздің бір арман мақсатымыз, үлкен сума қажет қой, енді арман мақсатыңызды орындау үшін. Сол арман мақсат бізді итеріп қазірге дейінгі Аллаға шүкір жетіп келе жатырмыз, неше жығылып, неше сүрініп, неше тұрдық деген сияқты. Сол үшін сіздерге де айтатыным, ой, құрсын мынау андай екен, мындай екен деп бітті нәрсеге сіз өзіңізге ауырап алмай, не болса да көріңіз, жарайды, бір рет сіз қателесетін шығарсыз, жарайды, сізге бір рет қымбат болады шығар, жарайды, сіз бір рет сата алмайтын шығарсыз. Көріңіз, сіз саталғанға дейін, нәтиже шығарғанға дейін көріңіз. Ол бизнеске кірдіңіз ба, сіз ешқандай сіз кем болмайсыз. Жоқ дегенде адамдармен қалай сөйлесуді, адамдармен қалай тіл табысуды, сіз осы бизнесте сатуға мықты болып алдыңыз ба, өмірдегі любой проблеманы шешесіз. Бизнеске қажеті жоқ проблеманы шешесіз. Мен сіздерге айтайыншы, сіз сатуды білдіңіз ба, все болды. Сіз өмірдегі любой проблема, бір жерге барып документ бітіру керек па, бір адамдармен келісу керек па, бір адамдар сізді, мысалға, бір нәрсеңізді алу керексіз, сіз мысалы бір туыс-туғандығыңыз, бір дау шаралары болып жатыр ма, сіз любой жерге кіріп кетіп сөйлеп сөзіңізді ақтап алып шыға аласыз, өйткені сіз уже сатуды білесіз, любой нәрсені. Өмірде де мысалы тауар сатпасаңыз да любой бір проблеманы шешіп, бір айтыстарды, дау шараларды шешудің өзі үлкен өнер ғой, дұрыс па? Соның бәрін үйренесіздер. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, жаман болмайсыздар. Ең маңыздысы күніге өзі ақша келіп тұрады, Аллаға шүкір. Сосын мен сіздерге айтайын тағы бір нәрсе. Кейбір кісілер бар да, бизнес бастадым, табыс жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, жүрмей жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Айтатынның бәрі негатив та, артқа қарай кетіп жатады да уже. Жоқ. Сонда адам жоқ дей берсеңіз, шынымен жоқ болады. Сауда жүрмей жатыр десеңіз, шынымен жүрмейді. Сол үшін бар ғой, біз алдымен мына өзіміздің миымызға тапсырманы жақсы тапсырма беру керекпіз. Біз миымызға жоқ болып жатыр, жүрмей жатыр деп айта беретін болсақ, біздің сөзімізді миымыз солай қабылдайды да, и все, соны істейді. Ми не ойлайды, қол соны істейді. Сол үшін біз жаңағыдей, егер сіздер жаңа бизнес бастап табыс табуларыңыз, ары қарай дамуларыңыз сіздердің өздеріңіздің айтқан сөздеріңіз бен ойларыңызға байланысты, сіз табамын дедіңіз ба, табасыз. Енді адам өзіңіз ойлану керексіз да, Алла бұйыртса бүгін маған мынандай табыс түседі, бұйыртса осы өтіп кетеді деген сияқты бір жақсы ойлаңызшы, өзіңіздің миыңызға жақсы сигнал берсеңіз, шынымен сол нәрсе болады. Мен өз басымнан өткізіп жатырмын қазір, шын айтам. Бір нәрсені, мысалы, бұрын енді әйтеуір жасай бересің, одан табыс түсе ма, түспей ма, ойламайсың да, мынадан қанша табыс түседі деп те ойламайсың да. Мысалы, бір бизнесті бастайсың да, мысалы, бір тауар сата бастайсың, или бір курс жүргізе бастайсың, или бір тікелей эфирге шыға бастайсың. Әйтеуір қиналып жасап жатсың да, бір прям бүйтіп, қиналып прям андай қорқынышта мына жағыңшы. Қиналғаннан кейін қорқыныш болады ғой, не үшін қиналасыз? Өйткені қорқыныш бар да, болмай қала ма, жүрмей қала ма, сатылмай қала ма, или болмаса елдерге ұнамай қалмай ма, айтатын темам деген сияқты. Сіз сондай бір қорқынышта тұрғаннан кейін, шынымен сіз өзіңіз қорқынышпен сөйлеп тұрсаңыз, сіз өзіңіз қорқынышпен ол тауарды сатып тұрсаңыз, кім алады оны? Сіз өзіңіз қорқып тұрғанда басқалар сізден қалай сенеді сізге? Сол үшін адам өзіңіздің санаңызды, идеяңызды, миыңызды тазалап алу керек та. Алла бұйырса осы өтеді. Шіркін, осы алла бұйырса осы 103-тік өтеді. Алла бұйырса осы маған мынанша адам жазылады, или болмаса деген сияқты маған бүгін мынандай табыс түседі депші. Прям өзіңіз Алладан сұрап, бір жағы өзіңіздің миыңызға құю керексіз. Сендіру керексіз ғой. Мысалы, мен бүгін 100 000 теңге табам алла бұйыртса деп өзіңізді сендіру керексіз. Сол кезде уже нейрондарыңызда сенім бола бастайды. Сеніммен істеген жұмыс, сіз мысалы мен сеніп тұрмын да, мына орамалдың качествосы прям күшті. Мынаны мен 100 адамға сатам дейін ба, сенем ба, жүрегімен сенем. Мен сеніп сатқаннан кейін адамдарда уже маған энергия барады да уже. Сосын адам энергиямен арқылы ақшаны тартады екенбіз біз. Сол үшін сіздерге айтайын, бірдеңе бастап жатсаңыздар, бизнес тауар сатып жатсаңыздар да, бір негативпенен сізге тауар сатып беретін адамға және сізден тауар сатып алатын адам екі жаққа да сіз жақсы мәмілеменен, жақсы энергиямен жұмыс жасасаңыз, сенімділікпен ше. Мысалы, сіз біреуден сатып алып жатсыз ғой тауарды, оған да сеніңіз, сіз клиентіңізге де сеніңіз да. Сол кезде уже шынымен де бір сізге бір жақсы табыс бола бастайды екен. Өзімнің тәжірибелерімді сіздерге айтып отырмын. Мысалы, қаншама жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз, сол кезде прям сеніммен, белгілі бір сан болу керек та, түйсігіңізде ше, мен мынаны бастап жатыр, маған мынанша табыс түсу керек деп ше, түседі алла бұйыртса деп өзіңіз сенсеңіз, шынымен сондай болады. Егер құрсын не болар екен,
деп қорқып отырсаңыз, шынымен ештеңке болмайды. Шынымен ешқандай бір табыс болмайды. Сол үшін сіздерге айтатыным, ең алдымен санамызды, ойымызды, жүрегімізді, ниетімізді тазартып алып бастайық бизнесті, иә. Сол кезде иншалла болады. Солай. Так, енді қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай тауар наличный дейді. Каталог бар, сізге жібереміз. Каталогты WhatsApp-қа жібереміз. Так, енді қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар. Бизнес жағынан 1688 жағынан любой сұрақтарыңызға жауап беремін бүгін сіздер үшін. Енді қазір ойлаңыздаршы, сіздер осы отырған төртеуіңіздің ең бір жақсы жақтарыңызды айтайын да. Сіздер уже өздеріңіздің сұрақтарыңызды, көкейлеріңізді тесіп жүрген любой бизнес сұрақтарыңызды қою мүмкіндіктеріңіз бар да. Енді қалған артынан көретін кісілер уже өз сұрақтарына жауап аламайды да. Сол үшін мен айтам, әрбір адам әрбір минутты, әрбір секундты қадірлеу керек. Яғни әрбір минут, әрбір секундын пайдалы нәрсеге жұмсау керек. Сіздер болсаңыздар, мысалы, уақыттарыңыз шығарып, міне пайдалы нәрсеге жұмсап жатырсыздар да. Енді кейбіреулер барда сабақ сақталады ғой, артынан көрін деген. Бұл жерде оңай нәрсе емес та. Кім қандай сұрақ қояды, соған жауап береміз. Сол үшін ең пайдалы нәрсені алып кетулеріңізге тілектеспін. Кейде зат іздегенде недегі поискадағы өш пункт ауысып кете береді, неге дейді. Ол не зат, не ол не деген сөз? Зат іздеген кезде ауысып кете береді. Енді сондай болып тұрады, енді ол сайт сондай, енді оған өзіңіз үйреніп аласыз. 1688-ге көп қарай беріңізші, сол кезде үйреніп кетесіз. Көп зат іздеңіздер, 1688 бос отырған кездеріңізге. Бір алмасаңыз да, бір киім іздеңіз бала-шағаңызға, өзіңізге. Жарайды, алмайсыз да, просто үйрену үшін, көзіңізді машықтандыру үшін. Сөйтіп көре берсеңіз, ала берсеңіз, қандайдың түсініп аласыз 1688. Қайсы зауыттың тауары жақсы екенін, бағасы қайсын алған дұрыс екенін бәрін біліп аласыздар. Көздеріңіз үйреніп кетеді уже. Маман болып кетесіздер ғой. Бір нәрсені қайталай берсеңіздер. 1688-дің қытайшасын таппай жедім. 1688 өзі қытайша ғой. 1688.com деп жазасыз Google-ға. Сол Google-ден скачат болады ғой сізге 1688. Или болмаса 1688-дің ссылкасын группаға жібереміз, WhatsApp. Сол жерден сол ссылканы бассаңыздар, сразу 1688 ашылады. Ашылғаннан кейін кішкене күтіп тұрсаңыздар, үстіне мынандай оранжевый кнопка шығады. Сол кнопканы бассаңыздар, тағы ортасына оранжевый кнопка шығады. Соны бассаңыздар, қарай скачать болады. Соны соткаңнан доступ береді. Сол соткаңыздан доступ ашасыз, бұл қарай уже түсіп кетеді. Тағы кімде қандай сұрақ бар? 1688-де егерде қазақшасын түсінбей жатсаңыз, ноутбугіңіз болса, ноутбукке 1688.com деп жазып, ноутбугіңізде Google арқылы ашатын болсаңыз, Chrome арқылы, сол кезде сізге 1688 аша қалған кезде период деп үстіне шығады. Сол кезде периодты басып жіберсеңіздер, орысша аударылып кетеді. Орысша аударуға болады 1688-де. Сон жаңа түсінбей отырған сөздеріңіздің бәрін сол орысша аударып көре бересіздер. Бірақ бірінші бетті орысшаға аудармаңыздар, тауар іздейтін бет. Өйткені ол жерден сіз орысшаға аударып жіберетін болсаңыз, тауарыңыз ізденмей быт-шыт кетеді. 1688 өзіңіз таппай қаласыз. Сол үшін әптен тауарыңыз іздеп, тауып, болып, тауардың бетін ашасыз ғой, сол кезде астында характеристикасын көретін кезде барып период жасаңыздар, орысша аударыңыздар. Русский болып шықса, ол 1688 емес онда. Валейкум ассалам. Малика деген бізге курс оқымағандар да кіріп отыр ма, түсінбей қалдым мына жерде. Так, енді кімде қандай сұрақтар бар? Айта беріңіздер, сұрақтарыңызға жауап берейік. Қандай сұрақ бар тағы? Кімде қандай сұрақтар бар? Уақыттарыңызды жібермей, сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Негізі тікелей эфирге любой адам кіре беретін сияқты ғой, иә? Қытайша 1688 сол ма дейді? Иә, Қытайша 1688. Кеш жар, қалайсыздар? Так, кімде қандай сұрақ бар? Қойыңыздар. 1688 қондырдыңыздар ма? Бизнес жайлы, тауар жайлы сұрақтарыңыз болса, айтсаңыздар болады. Сіз курсқа тіркелгенсіз ба жалпы? Зарина ханым.
Курсқа тіркелген болсаңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, иә. 16-88 туралы не керек сіздерге? Мотивация керек па? Бизнес туралы, бизнес бастау туралы, қорқыныштан арылу керек па? Не істеу керек? Ниша талдау керек па? Нишасын таппай жүрген адам бар ма мына жерде қазір? Вообще, нишасын таппай, не сатсам болады, немен айналыссам болады деп бас ауырып жүрген кісілер болса, көмектесем қазір. Тура қазір разбор жасап берем бизнестеріңізге. Қытаймен сөйлескенде дастапкыны Гуанчжоуға дейін деп айту керек па дейді. Иә, Гуанчжоуға дейін деп айтасыз. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Қалай тіркелеміз 16-88-ге дейді. 16-88-ге тіркелу сабағын бар ғой осы неде бізде. Содан көресіздер, сол жерде қалай тіркел деп тұр, сол жерде бәрін айтқанбыз, соған қарап тіркелесіздер. Әрине, бизнес бастау керек. Бизнес бастамасаңыздар, не үшін келдіңіздер? Сабаққа ақша төлеп. Болды, осы бастап кетіңіздер, болды. Осы сіздерге осы курста оқу сіздерге бір өте үлкен мүмкіндік, иә. Сіз қазір бастап кетпесеңіз, білмеймін, ары қарай уже ұйықтап қаласыз, иә. Сол үшін осындай бір мүмкіндік кеп тұрғанда, осындай бір жолды көрсететін адам кеп тұрғанда, осындай бір біреуден сұрау мүмкіндігі болып тұрған кезде бастап кетіңіз. Жарай ма? Ары қарай уже сізге ешкімде айтпай, ешкімде көрсетпейді. Сол үшін бұндай мүмкіндікті жібермеу керексіздер. Мен сіздерге айтайыншы, иә. Бизнес жасап жүрген қайсы біреуді көрдіңіздер, ақшадан қиналып жүрген. Бизнес жасап жүрген қайсы біреуін көрдіңіздер, әлі бір тозып жүрген, иә. Бәр машиналарын алып, үйлерін алып, прям ақшасыз қолдарынан үзілмейді ғой, дұрыс па? Сол үшін олардың бәрі бірден ондай бола қалған жоқ. Олар бастады, жығылды, сүрінді, тұрды, отырды деген сияқты, иә. Бәрін өткізіп, қазір сондай дәрежеде болып жүр. Сіз басыңызды салдыңыз ба бизнеске? Болды, ары қарай уже шықпаңыз. Осыған бір нәтиже міндетті түрде болады. Сауда деген ол өз пайғамбарымыздың сүннеті ғой, білесіздер ма? Не дейді? 10 ненің берекенің 100 берекенің 99 дей ма? Саудада, мен сіздерге айтайыншы, берекеті бар сауданың. Мен электрон тауарды ниша қылсам деп ойлап жатырмын. Өте супер керемет. Бізде электрон тауар каталогта бар, иә, білесіздер. Ішкі бағасын сұрап, салыңыздар да сатыңыздар, пожалуйста. Заводқа қалай заказ бересіз, иә? Заказдың табасыз 16-88-ден тауарларды, ссылкасын жібересіз эксперттерге, есептеп береді, заказ жібереміз, болды. Я 10 берекенің 9-ы саудада, я дұрыс айтасыз. Так, супер күшті. Қазір бізде Қазақстанда электрон тауарларды елеп отырғандар, дүңғандар, я. Қазақтар неге үшін елемеске? Электрон тауарларды істедет, мысалға, ас үйде айтатын болсаңыздар, я. Ас үйде, мысалға, кәдімгі блендер, мясорубка, бәр нәрсенің бәрі бұрыннан қолмен бүйтіп турайтын едік қой. Қазір бәрі электрон болып кетті да. Бәр нәрсе электрон қазір. Күшті сұраныста бар, сата алсаңыз. Еще оған нормальный маржа қоя аласыздар. Егер мен сіздерге айтайын, иә, розынса сатам десеңіздер, розынса сатумен айналсам десеңіздер, иә, ол кезде сіздер бір нормально крупный сума қойылатын, маржа қойылатын, қымбатырақ затпен айналасыңыздар. Розынса сатам десеңіздер. Егер оптым сатумен айналсам десеңіздер, пожалуйста, ұсақ түйек бола береді ол кезде. Нәскимен айналсасыз ба, мың мелішпен айналсасыз ба, немен айналсасыз бола береді. Ол кезде оптым сатасыз тоқа. Өйткені сіз өзіңіз ойлаңызшы, 1000 теңгелік нәрсені сіз розынса сатсаңыз, оны 1000 жарымға, 2000-ға сатасыз, сізге түкте пайда емес қой, 1000 теңге деген пайда емес қой, дұрыс па? Сол үшін сіздің розынса сату үшін сізге кемінде 5000 теңге пайда түсу керек, кемінде. Өйткені қараңыз, сіз ол заказ келеді, ары барасыз, жеткізесіз, біраз қызмет істепсіз, бір тал тауардың өзіне. Иә, сіздер үшін алып айтқан кезде. Сол үшін сіздер ол кезде минус боласыздар. Уақыттарыңыз кетеді, иә? Сол үшін сізге кемінде 5000 теңге пайда түсу керек. Розынса сату үшін. Ал оптым, пожалуйста, 300 теңге қосасыз ба, 500 теңге қосасыз ба, 1000 теңге қосасыз ба, бола береді ол кезде. Ұсақ түйек тауар нормально, иә? 10 тауар сатсаңыз да, ана жерде сізге біреуінен 500 теңге пайда түссе де, 5000 теңге нормально шығарып аласыз ғой. Хит тауар бар ма? Бар, каталогта хит тауарлар бар.
качествосы нашар сияқты болып тұрады деп сіз уже мына жеріңіз сенбей тұрды. Миыңызды өзгертіңіз, миыңызды тазаласаңыз болады. Яғни сеніңіз, тауарға сеніңіз ең бірінші, бірінші Аллаға сеніңіз, тауарға сеніңіз, өзіңізге сеніңіз, бұның сапасы жақсы болады, мен бұны сата аламын деп сенсеңіз, ешқандай проблема жоқ. Сіз өйтіп жүрсеңіз, любой нәрсені көрсеңіз, тауар сапасы біртүрлі болып тұрады деп ойлайсыз да. Сөйтіп миыңызға кіреді, шынымен сізге сапасы тауар жолығады өйтіп ойласаңыз. Өйткені сіздің миыңыз сол сапасы тауарды тартып тұр да, энергияңыз ше. Бұйыртса, саудам жақсы жүреді деп, өз-өзіңізге сеніңіз, мен сата аламын деп, сол кезде энергия болады сізде. Энергиямен істеген жұмыс ол нәтижелі болады. Негативпен ойбай құрсын, не болады деп отырсаң, шынымен аны қорқып отырып дұрыс талдай алмайсыз даже. Соны айтып жатырмын ғой, маған жақсы тауар алам, мен электрон тауарлардың сапасы жақсы болады деп ойласаңыз, шынымен жақсы болады. Розницаға жаңа айттық қой. Кішкене нормально маржа қойылатын тауар. Мысалы, электрон тауар розница сатсаңыз болады. Сосын кейін тағы қандай заттар бар? Мысалы, электрон самокат, одан кейін жаңа көп қой, электрон тауарлардың бәрін розница сатуға болады. Мысалы, сет ұстайтын аппарат, біз розница сатамыз ғой, әлі бар да бізде. Өйткені одан нормально маржа қалады бізге. Еңбегін көтейді да, соғырша сөйлеп отқанда. Өздеріңіздің еңбектеріңізді бағалау керексіздер. Өз еңбегіңізді арзанға бағаламау керексіз, қымбатқа бағалау керексіз. Өйткені сіз ойламайсыз, бірақ сізден шынымен прям көп еңбек шығады, былай ойлап қарасаңыз ше. Біреуге сөйлейсің, түсіндіресің, тауарды ананы жібереді, мынаны жібереді, есептейсің, ол алса көрім, алмай қалса тағы уақытыңды алады ғой бекер. Адам уақыты деген ең құнды нәрсе. Сіздің уақытыңыз ол ақша ғой. Розницаға айттым, любой товар бола береді, бірақ маржа көп қоя алатын, яғни қымбат зат болу керек. Мысалы, сіз 500 теңгелік затты розница сатсаңыз, оған сіз үстіне апарып 5000 теңге қойып салмайсыз ғой, дұрыс па? Сол сияқты да, сол үшін сіз нормально маржа қойылатын товар сату керексіз. Сет ұстайтын аппараттың болар жері 33 мың. Біз 39.940 мыңнан сатамыз. Сіздер алсаңыздар 33 мың. Женский, мужский киімдерден пайда болады сезоны болған кезде. Мысалы, қазір сезон, қыстық киімдер алып жатыр адамдар. Қазір сатсаңыз болады мысалы. Сезонмен ғой киімдер. Жаз шығып келсе, жаз киім алып кететіндер айтыр. Оптым айналса да болады негіз. Енді киімге де нормально маржа қоюға болады. Бірақ білмеймін, киіммен негізі біз басында хит тауармен айналысқанбыз. Қазір енді сезонға байланысты киімді қосып жатырмыз. Бізде әйтеуір сала емес қой. Біреу анан заказ береді, біреу мынан заказ береді. Общий бір орталық заказы қабылдайтын жер болғаннан кейін бәрін сала береміз. Ал егер сіздер болатын болсаңыздар, онда сіздер бір саланы талдағандарыңыз жақсы. Ол былай нәрсе да, сіз аудиторияңызға қарайсыз. Мысалы, сіздің маңайыңызда қандай адамдар көп. Мысалы, үйде отырған әйелдер, о кісінің үйде отырған абысыны, туыс-туғаны, подружкасының бәрі сонда үйде отырғандар. Сіздерге әйелдерге қажет зат сату керек. Косметика, косметика прям күшті өтеді. Ала бұйыртса, бізде косметикамен айналысамыз алдыда. Арнайы косметика, жаңағыдей массаж не қылатын немен айналысақ деп жатырмыз бұйыртса. Сол сияқты да сіздерде, мысалы, әйел адамдар косметикамен, әйел адамдар сумкамен айналса жақсы, аяқ киіммен айналса жақсы, көйлекпен айналса жақсы деген сияқты ғой. И сосын кейін үйге қолданатын, кухняға қолданатын заттар, мысалы, кухняға қолданатын электрон заттар, кухняға қолданатын жаңағыдей мерис заттар, в общем. Алматыда болсаңыз, бізге жұмысқа кіруге болады. Так,
Қандай сұрақтарыңыз бар? Басқа сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Кім бизнесін бастады? Кім заказын бастады уже? Бар ма араларыңызда? Бизнес заказдар беріп жатқан. Бізде бар қазір алдыңғы лекте кісілердің полный заказ беретіндердің бәрі беріп болды. Осы лекте де сіздердің лектеріңізде де заказ беріп жатқандар бар. Уже 100 мыңнан бастап жатыр. Онлайн жұмыс. Сол Түркістаннан заказ қабылдай берсеңіз болды. Клиенттерден Қытайдан тауар алдырып берем деп. Клиенттердің ақшасымен жұмыс жасасаңыздар да болады, иә. Қытайдан тауар алдырып берем дейсіздер да, сосын Қытай заказ қабылдайсыздар. Клиентке төлем жасатып. Ал енді өздеріңіздің ақшаларыңыз болса, онда бір нормально бір саланы талдап алсаңыздар, сатсаңыздар болады. Пастель, перде, в общем, үйге қолданатын заттар мынау. Не тағы? Дастархан деген заттардың бәрі өте жақсы өтеді екен ғой. Так, кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңыз болмаса, сабақты аяқтаймыз, сұрақтарыңыз болмаса. Тапсырманы орындаңыздар, иә, мына жерде қазір тапсырма орындап жүрген 1-2 адам ғана орындап жүрді. Ол тапсырмаға жай қарамаңыздар. Сіздер 1688 дұрыс түсінбесеңіздер, 1688 тауар іздемесеңіздер, ертең өз тауарларыңыз ертең ұмытып қаласыздар, мен сіздерге айтайын. Сол үшін орындаңыздар, қайталаңыздар, иә, қайталау білімі анасы. Заказ ала бастаңыздар, WhatsApp-тар, чаттарыңызға, истористардың барлығына реклама салыңыздар. Өздеріңіздің нишаларыңызды анықтаңыздар. Сіздердің маңайдағы адамдар кім қайсыны көп сұрайды? Сонымен айналысыңыздар ең алғашқы бизнестеріңізді. Уже Қытайға заказ бере берсеңіздер болады. Жаңағы 0702 деген нөмерге жібересіздер. Тауарлардың сілтемесін, фотосын или атын жібересіздер. Сілтемесін жіберсеңіздер дұрыс болады. Сосын кейін есептетіп алып заказ жібере берсеңіздер болады. Бізде уже күніге Қытайға заказ жіберіп жатырмыз. Киім кешек болсын, не зат бересіз өзіңіз білесіз, бірақ мен сіздерге айтатыным, шама бар бір заводтан болсын, шама бар заттарыңыз прямандай шашылып кетпесін. Ана заводтан бір штук, мына заводтан бір штук, ана заводтан. Курс оқымағандар сөйтіп заказ береді ғой. Өйтсеңіздер уже тастапсыз қымбатқа шығады. Тиімсіз болады. Тауарыңыз ертең жоғалып кетуі де мүмкін, иә. Сол үшін бір заводтан табыңыздар тауарларды. Заводтың жылы көрінеді ғой, заводты ашып, сол магазин тауарды ашып, астына кішкене түсірген кезде, заводтың аты қара әріппен тұрады, соның астында тұр ғой, жылы. Заводтың жылы тұр ғой. Так, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз болмаса, сабақты аяқтаймыз. Тапсырманы орындаңыздар, сабақты қайталап көріңіздер, бір ай ғана сақталады. Сосын кейін жаңағы тапсырманы орындап жіберіңіздер чатқа. Заказ бере берсеңіздер болады. Біз күніге қайсы тауарға заказ жіберіп жатырмыз, чаттарға жіберіп жатырмыз. Сол үшін заказға қосылып, өз бизнестеріңізді бастаңыздар. WhatsApp-тарыңызға бүкіл жерге реклама салыңыздар, табыс табыңыздар. Осы оқып жүріп табыс тауып кетіңіздер, сол кезде сіздерде уже кішкене желание ашылады бизнеске деген, иә. В общем, бастадыңыздар да тастамаңыздар. Осы нәтижеге жеткенше барлықтарыңыз бай болыңыздар. Барлықтарыңыз білмеген сұрақтарыңызды чатқа, группаға, WhatsApp-қа жасаңыздар болады. Енді сабаққа артынан кірген кісілер болатын болса, сабақты қайталап көріңіздер басынан бастап, және де сұрақтарыңызды тоже келесі эфирге қойсаңыздар болады.
біз сіздермен қоштаспаймыз, бармыз. Бізде өздеріңіз білесіздер, даже 2018-де курс оқыған кісілер әлі бізден тауар алдырып отыр ғой. Әлі бізден білмесе, бірдеңке білмей қалса бізден сұрайды. 1688 ұмытып қалса бізден сұрайды. Өшіріп алса бізден сұрайды. VIP пакетті алған кісілерге 3 ай доступ болады. Стандарт пакет 1 ай доступ. Жарайды, онда басқа сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа қойыңыздар. Келесі кездескенше бизнестеріңіз бастаңыздар. Келесі кездескенде сіздерден үлкен зор жаңалықтар күтемін, үлкен нәтиже күтемін. Сау болыңыздар, біз сіздермен біргеміз.